Мен Имамадинов Әділет Тоқтарұлы 1991 жылы 16 желтоқсанда Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының аға жедел уәкілі лауазымында қызмет атқарамын. Тәуелсіздіктің төл құрдасы болу менің мақтанышым. Тәуелсіздік біздің қазақ еліне, қазақ азаматына өз еліміз, өз жерімізде еркін жүріп тұруды, өз ана тілімізде сөйлеуді, өз ой қабілетімізді іске асыруға ең бірден бір себепші болып табылады. Полиция қызметі қазіргі таңда жауапты қызметтердің бірі болып табылады. Полиция саласында жұмыс жасау, құқық бұзушылықтың алдын алу үшін полиция қызметкері білімді, білікті, тәжірибелі, сабырлы, шыдамды, төзімді болуы қажет. Мен осындай еркін елде, тәуелсіз елде полиция саласында қызмет атқарып жатқанымды мақтан тұтамын. Тәуелсіздіктің биылғы жылы орын алатын 30 жылдық мерейтойында қазақ еліне және әріптестеріме еліміздің тыныштығын, өз елімізде өзіміздің ана тіліміздің үстем болуын, мәртебесінің көтерілуін тілеймін. Елімізге тыныштық, денімізге саулық тілеймін. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын.